Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен Мансия, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен мультиваркада дайындауға болатын өте оңай және дәмді шығатын сырный суптың рецептісімен бөлісемін. Бұл менде тауық етімен қоса пісірілген сырный суп мультиваркада дайын болады, небәрі 25 минутта. Видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Достар, видеоны соңына дейін қарамас бұрын міндетті түрде каналыма тіркелуге шақырамын. Бұл жерде сіздер оңай, дәмді дайындалатын өте пайдалы рецепттер таба аласыздар. Міндетті түрде каналыма тіркеліп қойыңыздар. Ендеше бүгінгі сырный суп дайындауға бізге қажетті ингредиенттер бұл үкіштен өткізілген сәбіз, тауық еті, картоп, пияз және де осындай балқытылған ірімшік қажет болады бізге. Ендеше дайындауға кірісейік, алдымен тауық етін тураудан бастаймыз. Осылай видеода да ұсақтап, төрт бұрышты етіп тураймыз. Пиязды да төрт бұрышты етіп ұсақтап турап аламыз. Картопты да видеода да орташа етіп тураймыз. Мультиварканы қосып жарқы режиміне 15 минутқа қоямыз. Шамамен 1 минут өткен соң бір ас қасықтай зәйтүн майын құямыз. Май қызған соң туралған тауық еттерін салып қуырамыз. Шамамен 2-3 минуттай. Тауық еті қуырылған соң пияз салып, пияз әбден сарғайып, жұмсақ болғанша қуырамыз. Үстен үкіштен өткізілген сәбіз саламыз және жақсылап араластырамыз. Шамамен 3-4 минутта қуырып болған соң үстіне картоп саламыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш қосамыз және қалауынша дәмдеуіштерде қосуға болады. Мен сушеный чеснок қостым, қара бұрыш және де дәміне қарай тұз салдым. Енді үстінен 1 немесе 1,5 литрде ыстық су құямыз. Енді осы жерде суп режиміне 25 минутқа қоямыз. Шамамен бітуіне 5 минут қалған кезде балқытылған ірімшік саламыз. Мен 200 граммдай балқытылған ірімшік салдым және ол әбден еруі үшін жақсылап араластырамыз. Және міндетті түрде дәмін келтіру үшін көк шөп қосуды ұмытпаймыз. Мен ұсақтап турап петрушка қостым. Міне осылай 25 минутта мультиваркада сырный суп дайындауға болады. Көргендеріңізде аса бір қиындығы жоқ, өте оңай дайындалады, әрі өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Маған өзіме ерекше ұнады, әрі тауық еті болғаннан кейін ол өте тойымды болып шығады. Достар, видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, міндетті түрде лайк басып кетіңіздер және комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Менің каналыма міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Осы жерде қоңыраушаны басып, все дегенді таңдауды ұмытпаңыздар. Сол кезде менің видеоларымнан сіздерге уведомление келіп тұрады.
әрі осы жерде плейлисті деген бар. Бұл жерден сіздер көптеген менің дайындаған тағамдарым рецептісін көре аласыздар. Бұл жерде ыстық тағамдар бар, выпечка бар, тәтті тағамдар бар және таңғы асқа неше түрлі көптеген рецепттер бар. Барлығын осы жерден көре аласыздар. Бүгінгі видео сіздерге ұнады деп ойлаймын. Сіздермен болған Мансия.